Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге радуга салаты, яғни қазақша айтқанда кемпірқосақ салатының жасалуын көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Бұл салат жаңа жылы салаттардың бірі, дәмді әрі оңай жасалатын салаттардың бірі болып саналады. Жаңа жылда міндетті түрде жасаңыздар, еш өкінбейсіздер. Салат өте қарапайым ғана құрамдардан жасалады. Әрбір үйден табылатын көкөніс түрлерін қолданатын боламыз. Міндетті түрде жаңа жыл күні жасаңыздар. Дастарханның сәнін ашатын салаттардың бірі. Ол үшін бізге бар болғаны қызанақ, қияр, шұжық және кукуруза, майонез және кез келген сухари түрі керек болады. Енді біз ең алдымен шұжығымызды турайтын боламыз. Бәрі қолданатын көкөністерді біз бұл жерде кубик тәрізді етіп тураймыз. Кубикті үлкен қылсаңыздар болады, кіші қылсаңыздар болады, тіпті орташа қылсаңыздар да, ол сіздердің өз қалауларыңызша. Енді кезекте біз қиярды турайтын боламыз. Мен барлық көкөністерді майда етіп турап жатырмын, себебі өзіме осылай ұнады. Сіздер үлкен етіп турасаңыздар да болады. Оның бәрі келесі кезекте мен қызанақты турадым. Оны да кубиктап турайсыздар. Енді қызанағымызды да ыдысымызда салатын боламыз. Қызанақтан кейін біз кукурузаны да саламыз. Оны да осы ыдысқа орналастырамыз. Ең соңында біз кез келген сухари түрін қолданамыз. Енді ортасына майонезді жағамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Мінекей, біздің салатымыз осылай шығатын болады, достар. Бұл радуга деген себебі бұл жерде түрлі жасыл, қызыл, сары, ақ түстен құралғандықтан бұл салатты радуга салаты дейді. Жаңа жылдық столға әдемі, керемет, дәмді әрі оңай жасалатын салаттардың бірі. Жаңа жылда міндетті түрде жасаңыздар, еш өкінбейсіздер, өте керемет болып шығады.